Бүкіл сыртқы күштердің арманы айбын менен суықтықтың символы болған, тәртіптің символы болған полиция менен әйелдерді площадьта кездестіру. Арман солда. Мына жерде полиция щит ұстап алған, бетіне каска киіп алған, бүйтіп тұр да, немесе бір қазақ жігіттерінің миы уланып, әр қарындасында талақ қылып, бір-біріне сыйлап жатқанда неге осыны айтпадың? Елдің еркектері елді дамытуды ойлап жүргенде, біздің еркектер балақ кесіп, намаз оқып, сіз бөліскен террористің уағысын тыңдап Сириядан бірақ шықты. Егер сіз халықтың мұнын жырлап, жоғары жаққа дұрыс ақпарат жеткізгенде, мүмкін алаңда әйелдер жүрмес еді. Сіз сияқты елдің алдында жүрген қазақтардың еркектері президентті патша, құдай деп жағымпазданып, сарайға құл болмағанда қазақ аналары үйде отырар еді. Сарай сауысқаны болып отырып сайрау оңай. Елім деген қазақ жігіттері қамалып, атылып, сіз сияқты бір адамға табынатын жағымпаздар көбейген соң, қазақ әйелдері алаңға шықты. Қазақ әйелдеріне ғана күші жететін. Еркектер көбейген соң, біздің ел жемқорлыққа толды. Қыздарымызды кез келген ұлт астына басты. Қытайдан қорықпа, Құдайдан қорық депсіз. Құдай келіп, сенің жеріңді, қарындасыңды, ұрпағыңды қорғап бермейді. Ол үшін сізге аяқ қол берілген. Қарындасының арын бүгін қорғамасан, бүгін алаңға шығып жатқан аналар ертең сол Қытайдың астында жатады. Сіз сияқты сауысқанша сақылдай алмасам да, патша алдында елдің мұнын дат деп айдаламын. Қоғамдағы еркектердің жартысын улап, етекшілермен айтыстырып қойғаныңыз аздай, енді полиция қызметкерлеріне кірістіңіз бе? Бұл елдің еркегі әйелдермен емес, билікте отырған тілін білмейтін, ұлтын сыйламайтын еркектермен күрескені дұрыс. Халықты жеп, сырт жаққа миллиондап тасып жатқандармен күрес. Егер қазақтың жігіттері мықты болса, қазақтың аналары алаңға шықпас еді.